Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Балқыз. Бүгін біз мынадай көз тартарлық әдемі әрі дәмді болып шығатын трайфлдар дайындаймыз. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен жұмыртқа мен қантымызды қосып, аппақ болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Сосын сұйық майымызды құямыз, үстіне сүтімізді қосып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Құрғақ қоспаларымызды ұн, разрыхитель, какаоны бірге қосып араластырып аламыз. Құрғақ қоспаларымызды сұйық массамызға екі бөліп салып, жақсылап миксерлейміз. Арасында түйіршіктер қалып қоймауын қадағалаймыз. Сол үшін қоспаларымызды електен өткізіп алған дұрыс болады. Сосын үстіне ыстық суымызды құйып, тағы да миксермен араластырып аламыз. Тестамыз мынадай сұйық болып шығады. Пісіретін табамызға пергамент салып, алдын ала дайындап қойған дұрыс. Сосын тестамызды бірден құйып, қызып тұрған пеште 180-200 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі қызады, сол үшін қарап тұрып пісіріп аламыз. Арасында бетіне құятын ганашымызды дайындаймыз. Оған шоколадымызға кішкене сары май қосып, микроволновкаға немесе водяной баняда ерітіп аламыз. Бисквитіміздің піскен-піспегенін білу үшін шпажка тығып көреміз. Егер шпажканың ұшы құрғақ болып шықса, демек біздің бисквитіміз піскені. Енді кремін дайындаймыз. Алдымен салқын сливкемізді жақсылап миксерлеп аламыз. Үстіне творожный сырымызды қосып, тағы да жақсылап қоюланғанша миксерлеп аламыз. Сосын қант ұнтағын қосып, тағы да миксерлейміз. Дайын болған креміміздің барлығын кондитерский мешокқа салып дайындап аламыз. Осылай ыңғайлы болады. Басына кез келген насадка салсаңыздар да, болмаса салмай қойсаңыздар да болады. Суып тұрған бисквитімізді осылай қолмен үгітіп алдым. Немесе блендер болса, блендермен үгітіп алсаңыздар да болады. Видеода көріп отырғандарыңыздай өз қалауларыңызша салып, жемістер қосып әсемдеп алсаңыздар болады.
Қараңыздар, мен осылай жартысын жиектеріне банандармен әдемі қылып әсемдедім. Өте әдемі болып шықты. Біздің трайфлдарымыз дайын. Екі түрлі болып шықты. Жартысы бананмен, жартысы классикалық түрде. Дайындалу оңай, әрі тез. Сіздер де дайындап көріңіздер. Дәмі өте керемет, жұмсақ әрі балғын болып шығады. Егер видеом ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар.